Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Сонымен біз бұл жерде қазақ халқының тарихы, оның ішінде қазақ хандарының атасы Шыңғыс ханның жүріп өткен жолы, шежіресі және тарихы жайлы айтатын боламыз. Өткен тақырыпта біз Шыңғыс ханның ата бабаларын атап өттік, яғни тарихи деректерде жазылған кәдімгідей ата бабаларының аттары аталған болатын. Жамиғат ат-Таурих, Шыңғыс хан Құвазыры, оны бұрмалап, Шыңғыс хан Құвазырын бұрмалап, яғни Ресей кеңес одағының тарихшылар бұрмалап моңғолдардың құпия шежіресі деп атап кеткен. Яғни осы деректерде, яғни сонау Домбағұл батыр, оның інісі Табын Баян, олардан Бөтен Сары, Бөтен Сарыдан Дотымманнан, Дотымманнан Қажы Көлік, Қажы Көліктен Байсұңқар, Байсұңқардан кейін Қайдау хан болған кісі. Барлық қара татарларға немесе мұғыл татарларға, яғни ежелгі қазақтың ру тайпаларына сол замандағы Қайдаудың баласы Түмбеней хан болған кісі. Түмбеней хан, Түмбенейдің үлкен ұлы 9 баласы болған, оның үлкені Қабыл да хан болды. Қабылдың баласы Бартан Бахадүрден кейін Жасығай Бахадүрден кейін Шыңғыс хан. Бастапқыда азан атып қойылған аты Теміршін. Кейін Шыңғыс хан деген атақ берілген ол кісіге. Яғни осы Шыңғыс ханның ата бабаларын атап өтті. Енді біз бұл жерде Домбағұл батыр менен Табын Баянның хикаясын айтып өтеміз. Бір кездері дейді, Табын Баян менен Домбағұл аң аулап жүріп, олар санау алыстан бір көшті көріп қалады. Сол көште көрген Домбағұл батыр, адамдар оны Домбағұл соқыр деп атайды, себебі бір көзі көрмейтін кісі болған. Бірақ та басқа бір екінші көзі өте өткір, санау алыстағыны көретін адам болған. Сол Домбағұл соқыр інісі Табын Баянға былай деді: ал енді Табын Баян, сенің бойдақ жүрген күндерің бітті. Мен анау алыстағы көштің ішінен асқан бір сұлу қызды көрдім. Сол қызды саған айттырамыз дейді. Ол көштің басшысы, ол көш өзі Қоралас руының көші екен, яғни Қораластарды білеміз. Ол бүгінгі Дулат руының құрамындағы ру. Ол көштің басшысы, Қораластардың басшысы, ол Құрылтай мерген екен. Құрылтай мергеннің асқан сұлу қызы Албангүл Хава. Осы Албангүл Хаваны Домбағұлдар кімге айттырып, Табын Баянға, інісі Табын Баянға айттырып, екеуі үйленіп, Табын Баян менен Албангүл Хавадан 2 ұл болады, Бегунатай және Бұғынатай. Бірақ та Табын Баян ерте қайтыс болып, Албангүл Хава әмеңгерлік жолыменен Домбағұл соқырға үйленеді. Домбағұл соқырдан 3 баласы болады. Ол Қатағы Бұқа, Саржығұт және Бөтен Сары. Кейін балалар өсіп жетілген кезде осы 5 балаларға енші бөлінеді. Сол кезде 4-еу үлкені, кішісі Бөтен Сарыны шеттетіп, оған енші тимей қалады. Яғни осы жағдайға өкпелеген Бөтен Сары су бойын өрмелеп, судың жоғарғы сағасына барып бөлектеніп, сол жерде аң аулап күнін көріп жүреді. Ұстаған құстарының қауырсындарын судың бойыменен жіберіп отырады. Ол шешесіне мен аман саумын, тірімін деген хабар беріп отырған болады. Кейін осы Бөтен Сары сол аң аулап, сол күнін көріп жүрген кезде бір көшті көреді. Сол көштегі адамдарменен сөйлесіп, соларменен бірге болып, сұхбаттасып, тілдесіп, кейін өзінің көреді бұл көшті не алған адамдар. Содан кейін
кімдерге хабар береді ағаларына былай деп: мен бір көш көрдім, бұл көштің адамдары өздері есеңгіреп, не басшысы жоқ, не қосшысы жоқ, не ақсақалдары жоқ, не бір шығып бір сөйлейтін адамдары жоқ. Сондай бір өзі берекесі кеткен ел екен. Осыларды келіп біз бесеуміз өзімізге қаратып алайық дейді. Бұны естіген ағалары келіп көшті көреді, зерттейді. Расында да береке бірлігі жоқ ел екен. Оларды содан кейін осы әрқайсысы бесеу, әрқайсысы өздеріне адамдарды алып, әрқайсысы өз алдына бір рулы ел болып кетеді. Мысалға Қатағаннан Қатағы Бұқадан Қатаған руы қазіргі білесіздер, ұлы жүздің құрамындағы. Саржығұттан Саржомарт руы бүгінгі Найманның құрамындағы. Бөтен Сарыдан қияттар тарайды. Қияттар тіпті өте көп ру болып бөлініп кетеді. Өткен тақырыпта айтқанбыз қияттардың қандай. Табын мысалға Тобықты қият, Қоңқатана қият. Қоңқатанамыз Танабайұлы Ыссықұт қият, яғни Ыссық байұлы кімдер? Айдын қият дейді. Адай байұлы, яғни қияттар өте көп ру. Шаншықұт қият, Шанышқылы, яғни осындай көп рулы ел екен. Ел екен білеміз, яғни бұның бәрі Бөтен Сарыдан тараған ру. Және де қияттардың ең үлкен руы ол Жұрын қияттар, ол бүгінгі 7 ру тайпасы: Жағалбайлы, Табын Тама, Кердері Кереуіт, Телеу рулары, 7 рулар. Рамадан және. Яғни қарап отырсақ, Домбағұл менен Табынбаянның ұрпақтары өсіп өніп өнгендерін көреміз. Және де соның ішінен қияттар, яғни Бөтен Сарының ұрпақтары алға озып, барлық ежелгі қазақтың ру тайпаларына билік құрып, бәрінің бастарын қосып, ежелгі қазақ мемлекетін құрған Қайдау, Түнбеней хан, Қайдау хан, Қабыл хан, Амбағай хан, Шыңғыс хан тәрізді тұлғаларды шығарғанын көреміз, яғни Бөтен Сарыдан. Негізі о баста Бөтен Сарыны шеттеткен кезде ағалары оны мыңқи деп кекетіп, сондай лақап атпенен шеттеткен болатын. Бірақ та осы мыңқи Бөтен Сарыдан кәдімгідей үлкен ел тарағанын. Және де санау Бөтен Сарыдан Кенесарыдан кейін Кенесарыға дейін, яғни Шыңғыс ханның шежіресі аттары аталып, түстері түсірілген, кәдімгі әр адамға шейін аттары аталып тұрғанын көреміз. Сонымен біздің арнамызға келгендеріңізге көп рахмет. Тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше.